актрисаларымыз, театрымыздың сондай мақтаныштары, өзіндік орындары бар, дауыстары ерекше, актерлық шеберліктері ерекше, жастар театрының мақтаныштары Айман және Айман. Бүгін сіздерге өзіміздің бір жылы бір кешімізді сіздерге тартып өтетін боламыз. Құрметті көрермендер, эфирден алыстамаңыздар, біздермен бірге болыңыздар. Біз сіздерге көп сөйлемей, біз өзіміздің жұмыстарымызды сіздерге тартып өтейік. Алдарыңызда Нұр Сұлтан қаласы жастар театры елорда шығармашылық кезін бастайды.
бірінші әнімізді ешқандай бір аптықпай осылай бастағанымызды жөн көрдік. Келесі кезекте келесі әндерімізді сіздерге тартып өтеміз. Мен саған өкпелемеймін. Шынында да қазіргі кезде өкпелеуге болмайды. Мына індеттен кейін асықпай, уақыты келіп, содан кейін барып жұмысқа шыға жатармыз, құрметті көрермендер. Жастар театры қашанда сіздерді күтеді, сондықтан да жастар театрымен болыңыздар. Солай болса келесі әнімізді сіздерге тартып өтеміз. Қабыл болыңыздар. Әрине бүгінгі кеште біздің әндеріміз сондай бір лирикалық, ешқандай бір дауысқа салып әуелеудің қажеті жоқ шығар деп ойлаймыз. Өзіміздің күнделікті баршамыз бірге айтып жүрген, баршамыз білетін ән деп білеміз. Келесі кезекте тағы әнімізді сіздерге тартып өтейік. Негізі бүгінгі кешіміздің концертіміздің өзі жолдан үш жолдан тұрады. Үш блоктан, бірінші блокта біздер рояльмен орындаймыз, келесі блокта гитара, үшінші қайтып, тағы да осы рояльға қайтып келеміз.
Азды көпті кемшілігіміз болса, кешіріп қоярсыздар. Сіздерге әндер ұнап жатыр деген ойдамыз. Сіздердің көңілдеріңізден шығайық деп бүгінгі күнді ұйымдастырып, экранның әр жағында отырған, осы қиын сәтті бастан кешіріп отырған барша біздің көрермендерімізге сабыр тілеймін, және де отпен осы судың ортасында жүрген, өлім мен өмірдің ортасында арпалысып жатқан барлық медицина саласындағы барлық жандарға күш-қуат тілеймін. Алла бұйыртса, бұл бізге басымызға келген бұл сынақ. Сондықтан бұл сынақты сіздермен бірге біз бәріміз көтеріп алып шығамыз деген ойдамыз. Және де сіздерге айтпағым, біздің тек қана көмегіміз, тек қана үйде отыру. Үйде отыру ғана бізге қазір өте керек, өйткені солай ғана біз бір-бірімізге көмектесе аламыз. Және сіздерге үлкен сабыр тілеймін, және бүгінгі көңілді кештің қонағы болыңыздар. Сіздерге бар ниетімізбен енді бүгін көңіл күй сыйлауға тырысамыз. Сіздерді қатты жақсы көреміз. Алла бұйыртса сіздермен осы театрда қауышамыз деген ойдамыз. Сіздерді қатты сағындық. Сіздерді өте қатты жақсы көреміз. Сондықтан бүгінгі осы айтылып жатқан әндердің бәрі сіздерге арналады. Шын жүрегімізден сіздерге арналады. Осында да бізге демеу болып отқан осы адалдық алаңы бар. Мінекей ол жақтан да ағартушылық ақпараттық штабы, мінекей олар да қазіргі кезде тікелей эфирде бізге көмек қол ұшын беріп, біздің өнерімізді ары қарата өз көрермендеріне олардан паш етіп отыр. Рахмет. Қазіргі таңда тек қана бізге керегі парасаттылық, әділдік, сенімділік, сабақтастық дейді. Мінекей өз парасаттылығымызды қашан да жоғары қояйық, құрметті ағайын. Олай болса сөз ғой? Жалғастырайық. Келесі қандай бізде? Есіңе мені ылғайсың. Бізге қосылып отырсаң болады. Бұл кеш сіздерге арналады. Бірге ән салайық. Сіз қайдан бастайсыз? Айта береміз. Бұл сендерге төмен болып тұрған сияқты дейді, меніңше.
жерде тек қана қойылымдардан өзге әндер тыңдауларыңызға болады. Би көресіздер, рухани байысыздар, жүректеріңізді тазартасыздар. Мынау біраз карантинде енді негізі негатив деп қабылдайды ғой көп адам. Бірақ бұл карантин қосымша сіздер үшін үлкен багаж жинауға, кітап оқуға, жақсы фильмдер көруге үлкен мүмкіндік. Уақыттарыңызды жай ғана өткізбей, өздеріңізді рухани байытуға шақырамыз. Түрлі марафондар өтіңіздер. Бұл сіздерге болашақ өмірлеріңізге жақсы көмектеседі деп сенеміз. Жүрегіме жиналған жауын болып көктен төгілсеңші жанымды менің тым жұлмалай берме. Қайтадан бастайық. Әрине бұл құрметті көрермендер. Ол арасы кешті. Бастаған жоқпыз, енді басталып жасалды.
жақсы көремін, сондықтан мұны бірнеше рет айта беруге бармын.
сіздерге. Бізге сұрақтар қойылып жатқан жоқ па? Қараңыздар. Мүмкін қарауға болатын шығар. Қыздарға беріңіздер. Қарасын кішкене. Бізге сұрақтарыңыз болса, қоя жатырмыздар. Жатырмыздар деген қалай? Жатырмыздар, отырыңыздар, тұрыңыздар. Қандай сұрақтар бар бізге? Көбіне әндер сұрап жатыр екен. Біз жабық ауылдамыз дейді. Оның бәрі жақсы нәрсе. Себебі бұл уақытша нәрсе. Оны да бастан өткеруіміз керек. Осы арқылы біз өзімізге иммунитет жинаймыз. Сондықтан бәріне сабырмен көну керек. Көне браво. Лайктар басып жатыр. Жаңбыр тілі айтып беріңіздер. Бір баланы айтыңыздар. Күтіңіздер, алда болады бәрі. Бір баланы сұрап жатыр ма? Бір бала. Онда биылғы жылымызда Абай атамыздың 175 жылдығы атаған болатынбыз. Сондықтан Абайдың әндерінен ән айтқанымыз деп ойлаймын. Дауыстарыңызбен кім айналысады деген сұрақ кетті. Біздің дауысымыз академияда оқып жүргенде біздің жақсы педагогтарымыз болған. Жүргенов атындағы академияда біздің мықты вокалистеріміз жұмыс істейді. Сол кісілерден біз осы фундаментал шығып, осы театрға келіп, ары қарай Нұрғамат ағаның оқтауының астына түсіп, әбден үйленіп, өмірімізде естімеген дауысымызды осылай шығардық. Сіз де келіп, бізге дауысымызды шығарып алуыңызға да болады. Бізде бәрі мүмкін емес нәрсе жоқ. Төменгі дауыс болсын, жоғарғы дауыс болсын, бәрін шығаруға тура келеді. Біздің театр енді сондай театр. Бұл жерде басқа ештеңемен таңғалдыра алмайсың. Тек қана өзіңнің мықты дауыстарымен, таңғалдыратын нәрселермен ғана таңғалдыруға болады. Сол үшін біздің дауысымыз күнде жұмыс істеу арқылы бұл дамитын нәрсе. Бұл тек қана бір педагогтар, екі педагогтар жұмыс алып, содан керемет болып дауыс болып кетеді дегенге мен сенбеймін. Негізі бұл бәрі практика ғой негізі. Күнделікті ән айтамыз, біздің театрды білесіздер, музыкалық мюзиклдер өте көп. Сол арқылы біз ұшталып, міне сіздердің алдарыңызда бүгін азды-көпті өнерімізді көрсетіп отырмыз. Қабыл аларсыздар деген ойдамыз, сіздерге ұнайды деген ойдамыз. Сондықтан дауыс қойғыларыңыз келсе, ән айта беріңіздер, тоқтамай. Кез келген адам ән айта алады, кез келген адамда дауыс бар. Тек жүрекпен айтсаңыз, міне нағыз дауыс. Сондықтан сіздерге үлкен жүрек тілеймін. Аман болыңыздар. Бір қыз бар маралды
қанша дегенмен де қыздар осы театрға келмегеннен кейін әрине кішкене сағыныш болады екен. Бізде бір ұсыныс болып тұр. Иә? Бұл эфирді аяқтағымыз келмей тағы да ән айтқымыз келіп тұр. Ең бірінші біздің әніміз енді біздің бүгінгі концертіміздің фишкасы. Сіз ойлап табыңыз. Қимай сені барам. Кімді қимайсыз, айтыңыздаршы. Бүгінгі көрермендерді қимай отырмын. Бүгінгі кешті және көрермендерді қимай қоштасқым келмей отыр. Бүгінгі кешті қимай отырмыз деген сөзі көрермендерді қимай отырмын деп отыр. Құрметті көрермендер, бәрі де сіздер үшін осы орайда біз рақталып бір концерт керек деген бір көзге көрінеді деген ойым жоқ. Жалпы осындай қиын кезде бір халықтың бір жағынан шығып кішкене көңіл күй сыйлайды деген ой болады, құрметті ағайындар. Әрине біздің театрымызда актерлар өте көп, 55-ке жуық актерлар бар. Олардың бәрі шыққылары келіп отыр, біліп отырмыз. Алдағы уақытта оларды да көре жатарсыздар. Бірақ дей тұрғанмен де қанша дегенмен де осы көрермен біздің залымызға келіп спектакльде отырып солардың артын тыңдаса, Сол күнге тезірек жетейік. 45 актеріміз, 55 актеріміз міне сол жерден ән шырқаса екен деген ойымыз Сол актерларды қатты сағындық. Бір-біріміздің қадірін түсініп отырмыз. Мен ойлаймын, осы біздің әріптестеріміз де бәрі қарап отыр, біздер үшін уайымдап отқандар бар. Қап, мына жерді былай ету керек еді, қап, мына жерді былай істеу керек еді деп. Енді барымызды салып жатырмыз қазір. Әрине сіздер үшін кемшіліктеріміз болса, кішкене кешіріп қойыңыздар. Егер де ән айтып бер десеңіз, тағы да біз эфирге шыға аламыз. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша.
бір бақыттың бірі денсаулық. Денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Және де үйде болыңыздар. Біз сіздермен біргеміз, қайда болсақ та. Бірақ та сіздерді қатты сағындық, сіздерді осы театрымызда күтеміз. Сіздермен біргеміз. Рахмет. Енді біздер бүгін концертіміз кейінде өтіп өткен сияқты болды. Көзді ашып жұмашы уақыты Көзді ашып жұмашы уақыты жетіп кетті. Енді қыза бастап едік. Сіздермен бірге болған жастар театрының актрисалары Айым Жүсіпова, Айма Айман Есенқызы. Және де біздің сүйікті директорымыз Жет Аспап, өздеріңіз көріп отырсыздар ғой. Қай инструментті қолына берсеңіз міндетті түрде ойнап береді. Балалайка, барабан, скрипка. Бұның бәрі театр үшін. Біздің психолог. Бұның бәрі өзіміздің театр үшін. Ернар Жұматаев. Рахмет. Сіздермен бірге. Және Рахмет. бізбен бірге. Біз сізді қатты жақсы көреміз. Сізге рахмет. Осындай бізге мүмкіндік беріп бүгінгі студияға шақырғаныңызға. Бұл алғашқы бастамасы деп ойлаймын. Әлі де бұл жалғасын табады деген ойдамын. Сізден өтініп сұраймын. Әрине, біздер осыны тоқтамаймыз. Алда 1 мамыр келе жатыр, халықаралық достықтар күні. Яғни биыл Ұлы Отан соғысының 75 жылдығы келе жатыр, 9 мамыр келе жатыр. Мінекей осы күндерде біз сіздермен міндетті түрде осы эфирдің алдында тікелей эфирде сіздермен жүздесетін боламыз. Әлі де көптеген актерларымыз бар. Нұрғанат Жақпай ағамыздың өзі сұранып отыр қазіргі кезде. Ол кісі де осы тікелей эфирге шыққысы келіп отыр. Бекболат Құрманғожаев театрымыздың, өзіміздің ұстаздарымыз, театрымыздың ең алғашқы директоры Ғани Құлжанов, қазір Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген, жаңа айтқандай бар қайраткерлер еңбек сіңірген. Мінекей оларды шығамыз деп отыр. Сосын біздің Ербол деген бауырымыз қазіргі кезде сұранып отыр. Бекжан бауырымыз бар, Нұрлыбек бауырымыз бар, Әділ Ахметов, Дәурен Серғазин. Әлі сіздермен әлі жүздесеміз, талай жүздесеміз. Құрметті оқырмандар, құрметті достар, келесі кездескенше сау болыңыздар.